Неке түнінде қайынатасы есікті ішінен іліп, 4.800.000 теңге шығарды да: «Ақшаны ал, киіміңді ауыстырды, артқы есіктен қаш. Дәл қазір». «Ахмет мырза, не болып жатыр?» «Түсіндіруге уақыт жоқ. Қаш, ботам, қаш». «Олар осында келіп қалды. Олар кім?» Мен ештеңе түсінбесем де айтқанын істедім. Және бұл шешім менің өмірімді сақтап қалды. Осы бір шытырман оқиғаға терең бойламас бұрын өтініш, бізді қай елден тамашалап отырғаныңызды жаза кетсеңіз. Қазір менімен бірге эфирде кімдердің бар екенін білу мен үшін үлкен мәртебе. Жағымды тыңдалым тілеймін. Соңғы қонақтар түн ортасына таман тарқасты. Екінші қабаттағы жатын бөлмеде жалғыз қалған Інжу 8 сағат бойы биік өкшелі аяқ киіммен жүріп, шаршаған аяқтарының сыздағанын сезіп, төсектің шетіне отырды. Серік туыстарының бірін шығарып салуға кетіп, кешігіп жатты. Ол төменнен естілген баяу дауыстарды, күлкімен есіктің тарс-тұрс шабылғанын естіп тұрды. Моншақтармен әшекейленген, аппақ бұлттай болып креслода жатқан той көйлегіне қарап, жібек халат киіп алған Інжу ханым ескі айнадан өз бейнесіне үмілді. Ол осының бәрі енді өзінікі екеніне сенер-сенбесін білмей тұрды. Шымкент маңындағы зәулім үй, 100 адамға арналған аста төк той, аты жоқ саусақтағы алтын жүзік. Есіктің құлыпталған дыбысынан ол жымиып артына бұрылды. Бірақ Серіктің орнына табалдырықта қайынатасы тұрды. Ахмет мырза 62 жастағы, самайына ақ кірген, ауыр жұмысқа үйренген ірі қолды мұнды адам. Ол есікті ішінен кілттеп алды. Ал Інжу ішкі түйіспен орындықтың арқалығындағы халатты алып кеудесіне қысты. Не болып қалды? Ол бірден жауап берген жоқ. Керезе алдындағы жазу үстеліне жақындап, банктік серпінді таспамен буылған бір буда ақшаны тастады. Сосын тағы біреуін. 8 буда ақша бей-берекет үйіліп жатты. Қайынатасы оған суық жанармен қарағаны сонша бойын үрей биледі. «Кейін», деді ол бәсең дауыспен. Бірақ бұл дауыс жар қабағында тұрған адамның үнінде естілді. Джинсы шалбар, күртеше, спорттық аяқ киім. «Бәрі шкафтың астыңғы сөресінде тұр, тез». «Мен ештеңе түсінбей тұрмын». «Түсіндіруге уақыт жоқ». Ол терезеге жақындап пердені сәл түріп бақшаның қараңғылығына үңілді. «Ақшаны ал, құжаттарың үстелдегі сөмкеде». Артқы есіктен шығып, бақша арқылы анау шеткі қақпаға бар. Онда сені күтіп тұр. Терезе сыртынан гүрсілдеген дыбыс, тастардың сықырлағаны мен қозғалтқыштардың гүрлі естілді. Бір емес, бірнеше көліктің дауысы. Ахмет мырза терезеден шерініп кетті. «Олар кім? Серік қайда?» «Қаш, ботам, қаш!» Ол мұны сонда екпінмен айтқанда, Інжу ханымның сөзі аузында қалды. «Олар осында келіп қалды. Егер қазір менің айтқанымды істемесең, бүгін түнде осы үйде ажал құшасың. Маған сенесің бе?» Ол қайынатасының Серіктікіне ұқсайтын, бірақ шашаудан қызарған сүр көздеріне қарап, оның бойындағы қорқыныштың шексіз екенін сезді. Бұл өз басы үшін емес, келіні үшін қорыққан адамның жанары еді. «Сенемін», деп сыбырлады ол да. Халатты тастап шкафқа қарай ұмтылды. Джинсы шалбар шақ келді. Күртеше біреудің ұйығынан алынғандай кең болса да, темекі мен машина майының иісі шығып тұрса да, ол оны киіп алды. Інжу аяқ киімінде тезіліп, ішінде төл құжаты мен қағаздары бар сөмкені алды да, қайынатасына бұрылды. «Ал сіз ше?» «Мен қаламын». Ол есікті ашып, дәлізге көз тастады. «Менің соңымнан ер, ақырын бас, баспалдақ сықырламасын». Олар той дайындығы кезінде қызметшілер қолданатын қососалқы баспалдақпен төмен түсті. Алма мен ескі тақтай иіс аңқыған қараңғы қоймада Ахмет мырза ауыр картоп қабын шетке ысырып, жасырын есікті ашты. «Тіке жүр, ешқайда бұрылма». Қоршаудың артында егістік пен қара жол бар. Онда көлік мінген адам күтіп тұр. Есімі
Назар. Ол сені қауіпсіз жерге жеткізеді. Ахмет мырза. Інжу ханым оның жиенінен ұстап саусақтарының дірілдегенін сезді. Не болып жатыр? Бұл адамдар кім? Серік қайда? Қайнатасы оның қолын жылы қажыған алақанымен қысып, артына қарама, не естен де бұрылма, тек қаш, деді де, оны тамыздың қараңғы түніне итеріп жіберді. Інжу ханым қызанағы егілген жүйектердің арасымен жүптер мен қазықтарға сүріне қабына жүгіріп келеді. Шөптің шығы балтырына тиіп, топырақ пен аскөктің иісі мұрнын жарды. Алыстан иттің үргені естіледі. Ал артта үйде есік тарс жабылып, бейтаныс ер адамдардың өктем дауыстары шықты. Ол артына бұрылмастан қақпаға жетіп, қара жолға атылып шықты. Жолдың екі жағында күнбағыс алқабы қарайып жатыр. 20 метрдей жерде жарығы өшірулі көлік тұр екен. Қасында кепка киген аласа бойлы адам темекі шегіп тұр. Інжу ханым ба? Деп сұрады ол. Иә, тез отырыңыз. Ол көлікке міне бергенде машина орнынан қозғалып кетті. Назар мырза ешқандай шам жақпастан, тек өзіне ғана мәлім белгілермен қараңғыда нық сеніммен айдап келе жатты. Қара жол төбелердің арасымен ірелендеп, ауылды айналып өтіп жатты. Інжу артына бұрылып қарағанда, үйдің терезелерінде бірінен соң бірі қабат-қабатымен жарық жағыла бастағанын көрді. Ал қақпаның алдына өткір шамдарымен қараңғылықты тіліп, тағы бірнеше көлік келіп тоқтады. Қарама, деді Назар жолдан көз алмай. Пайдасы жоқ, тек жүйкенді шығартасын. Бұл адамдар кім? Жаман адамдар. Оны өзінде түсіндім, деді Інжу зығырданы қайнап. Өз тойым болған түнде кімнен қашып жүргенімді білуге құқығым бар. Назар біраз үндемей барып, көліктің алысқа түсетін шамдарын жақты. Олар тас жолға шыққан еді. Енді жарықсыз жүру қауіпті болды. Көп білу басыңа көбірек қауіп төндіру деген сөз. Ахмет солай айтты. Мен де соны мақұлдаймын. Менің міндетім сені аман есен жеткізу. Қалғаны менің шаруам емес. Інжу тізесіндегі сөмкесін қыса түсіп, алдыңғы әйнекке телмірді. Оның ар жағында электр бағандары мен алыстағы ауылдардың сирек оттары жылыстап өтіп жатты. Осыдан бірнеше сағат бұрын ғана ол Серікпен бірге билеп, күліп, сыйлықтар мен гүлдер қабылдап жүреді. Ал енді бейтаныс ер адамның қасында, бөгде көлікте отырып, күйеуінің тірі не өлі екенін де білмейді. Олар қаңырап бос қалған ауылға тоқтады. Інжу 10 шақты үйді санады. Олардың көбінің терезелері шегеленген, шатырлары ортасына түсіп кеткен екен. Тек бір үйдің терезесінен перде сыртынан әлсіз, сарғыш жарық көрінеді. Назар көлікті өшіріп, есікке қарай иек қақты. Зәуре сені күтіп отыр, мен көлікте қалып айналаны күзетіп тұрам. Есікті ашқан әйел нағыз еңбекпен шыныққан, ірі денелі, қолы күс-күс, бетін әжім басқан ауыл адам екен. Бірақ оның жанары жас әрі қырағы көрінді. Кір қарағым, деді ол жол беріп. Ыстық шай ішіп бойынды жылыт. Өңің кетіп қалыпты ғой. Үйдің ішінен пештің түтіні мен кептірілген шөптің иісі аңқиды. Үлкен пеш бөлменің жартысын алып тұр. Төрде кішкене шам жанып тұр. Ал үстел үстінде буы бұрқыраған шай мен табақ толы бауырсақ дайын. Менің тәбетім жоқ, деді Інжу орындыққа отырып. Жеп ал, бәрібір күш керек болады. Інжу амалсыз бауырсақты алып тістеді, бірақ оның дәмін де сезбеді. Кенеттен ол еңкілдеп жылап жіберді. Бетіндегі той бояуы көз жасына араласып, бет аузы бұлғанды. Ештеңе етпес. Зәуре қасына отырып, арқасынан сипады. Жылап ал, көз жасы ем болады. Мен ештеңе түсінбеймін, деп сыбырлады Інжу өксіп. Мен неге мұндамын? Қайнатам мені неге қуып жіберді? Күйеуім қайда? Ахмет мұны сені құтқару үшін істеді, деді Зәуре нық дауыспен. Артық білу маған да, саған да болмайды. Осында қонып шық, ал таңертең сені басқа жаққа алып кетеді. Қайда? Қауіпсіз жерге. Сол түні Інжу көз ілмеді. Ескі қабырға сағатының тықылын,
Зәуренің жүрген аяқ дыбысын, еден астындағы тышқандардың сыбдырын тыңдап, тар төсекте дөңбекшіп жатты. Ол серікті, оның тойдағы құшағын, күлкісін, құлағына сыбырлаған жарым менің деген сөзін ойлады. Ол Інжудың жоғалып кеткенін біле ме екен? Іздеп жүр ме? Әлде... Інжу бұл ойды қуып жіберуге тырысты, бірақ ол қайта-қайта орала берді. Егер серіктің де бұған қатысы болса ше? Егер олардың тойы тұзақ болса ше? Таң алдында ғана көзі ілініп кеткен екен. Зәуренің иығынан түрткеннен оянды.